Оқу жылы аяқталуға жақын. Дәл қазір 4-ші тоқсан өтіп жатыр. 11-ші сынып оқушыларында алдыда қорытынды емтихандары, маусым айында ұбт келе жатыр. Осыған орай 11-ші сынып оқитын, өздерінің алтын ұя мектептерінен шығып отырған ұл қыздарға қолдау көрсету мақсатында бұл видеоны жазуға жөн көрдім. Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздер Бека Төлеу YouTube арнасындасыздар. Ендеше уақыт жоғалтпайық, бастайық. Мектеп түлектеріне 5 кеңес. Ең бірінші және ең маңызды кеңес ол алдағы болатын емтихандарға өздерінің көзқарастарында өзгертіңдер. Орысша айтқанда, отнеситесь ко всему проще. Бәлкім сендердің ойларында ұбт тапсыра алмай қаламын, проходной жине алмай қалсам не болады деген сұрақтар мазалап жүрген болар. Бәлкім сендердің араларынан кейбіреулерін өздеріне ұнамайтын мамандықты ата-аналарын айтқанымен таңдап отырған боласыңдар. Осындай артық ойлардан арылыңдар. Тек қана позитивті ойлап, жағдайдың әлі болмаған оқиғаның минустарын көріп, кемшіліктерін тауып, негативке кетіп қалмаңдар. Былайша айтқанда, артық ойлардан арылыңдар. ұбт тапсырумен өмір аяқталып қалмайды. Алда талай бағындыратын асулардың шыңдарын болады. Сол себепті өздеріңе сенімді болыңдар. Екінші кеңес. Егер де сен пробный тесттерге тыңғылықты дайындалып жүрсең және жоғары балл жинап, жақсы нәтижеге қол жеткізіп жүрсең, алған бетіңнен тайма, дайындығыңды әлсіретпе. Осы жолды таңдағандарың жарайсыңдар. Себебі сендер өздеріңнің 90% құрдастарына қарағанда алдыдасыңдар. Және осы жолды сендер саналы түрде таңдадыңдар. Үшінші кеңес. Сыныптастарыңмен, достарыңмен көбірек уақыт өткіз. Бүкіл сынып боп киноға барыңдар, жан достарыңмен жиналып, походқа шығыңдар. В общем, осы қалған уақытты барынша есте қалатындай етіп өткізіңдер. Төртінші кеңес. Өзіңді мазалап жүрген ойлар туралы жақындарыңмен сөйлес. Егер де сен басынан өткізіп жүрген ойларың мен сезімдеріңді біреуге жан сырыңды ақтарып айтпасан, барлығын ішіңде сақтап жүрсен, бір күні атыласың, күйесің. Былайша айтқанда сенде эмоциональное выгорание болады. Сол себепті ішіндегі барлық ойларың мен сезімдеріңді өзіңе жақын адаммен бөлісіп, бір жерде отырып әңгімелесіңдер. Бесінші кеңес. Стереотипті ойлауды доғар. Өмір бойы бір мамандық бойынша жұмыс істеймін. Егер қазір мамандықты дұрыс таңдамасам, өмірім нашар болады деген ойлардан арыл. Қазіргі ғаламда мүмкіндіктер орасан зор. Өмір бойы бір мамандықпен жұмыс істеймін деген пікір қате пікір. Сенің өмір жолыңда жалпы өзіңе ұнайтын, сені жігерлендіретін, сені шабыттандыратын сүйіктісің жасың өскен сайын өзгеруі мүмкін. Сол себепті сен өзгерістерден қорықпау керексің. Керісінше, өзгерістерді өз өміріңе құшақ жая қарсы ал. Сонымен достар, бұл видео өз мәресіне жетті. Видео соңында өзім аяқтаған 2018 жылы түлеп шыққан 15-ші мектебіме, ондағы сынып жетекшіме, барлық пән мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне сәлем жолдаймын. Сіздердің арқаларыңызда мен тұлға болып қалыптастым, дамыдым десе болады. Егер бұл видео ұнаса, лайк басып, астыға комментарийға бұл видео тақырыбы бойынша өзіңіздің ойыңызды, мектеп түлектеріне айтар ізгі ниеттеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Менің басқа да видеоларымды көріңіздер. Бұл видеоны поделиться кнопкасы арқылы барлық WhatsApp чаттарға, Instagram парақшаларға таратыңыздар. Сол арқылы сіз менің YouTube каналымның дамуына бірден бір себепкер боласыздар. Алтын уақыттарыңызды бөлгендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.